Сәлем достар, бүгінгі сабақта мен сіздерге қалай Pinduoduo сайты арқылы Қытайдан тікелей өз қалаған заттарыңызды каргомен емес, Қазақстанның почтасымен өзіңіздің қалаңызға шейін жеткізіп ала аласыз. Бұл Pinduoduoға жаңадан енгізілген обновление. Бұл видеода сіздерге көрсетемін. Қалай адрес енгізу керек екенін және де сатып алуды, Ол үшін Pinduoduo'мызға кіреміз, одан кейін астындағы өзіміздің личный кабинетімізге өтеміз. Және де бұл жерде геолокация деген неге басамыз изображенияға. Содан кейін мына жерде көріп тұрғандарыңыздай осындай біздің карголардың адресі шықты. Біз өзіміздің өзіміздің адресімізді енгізуіміз керек. Ендігіде мына астында көріп тұрғаныңыздай осындай екі кнопка болады. Егер сіздерде бұндай екі кнопка болмаса, онда Play Market арқылы Pinduoduo сайтын обновление жасап жіберіңіз. Ендігі мысалы үстіндегі кнопкамыз біз өзіміздің Қазақстанның адресін енгізу деген, астындағы карго енгізу кнопкасы. Біз үстін басамыз. Үстін басып жүреміз. Мінекей бізге осындай терезе ашылды. Біріншісіне біз өзіміз атымыз жазамыз, екіншісіне номер телефонын жазамыз, үшіншісіне өзіміздің облысымызды қаламыз жазамыз, төртіншісіне өзіміздің мекен жайымыз жазамыз, бесінші бұл біздің индексіміз, қаламыздың индексі. Енді біріншісіне өзіміздің атымызды жазайық. Жаздық атымызды, енді номер телефонымызды жазамыз. Одан кейін астына облысымыз, қаламыз жазамыз. Бұл жерде мінекей орысша әріптермен біздің өзіміз облыс шықты. Сіздің қалаңыз қай облысқа қарайды, сол облысты басасыз. Мен Карагандинский облыс деп тұр. Одан кейін Жезказганский и қаламызды таңдаймыз. Қай қала? Мен Жезказган деп таңдадым. Көріп тұрғандарыңыздай осындай мінекей орысша әріптермен өзіміздің қаламыз тіркелді. Енді мына жерге біз адресімізді тіркейміз, өзімізді мекен жайымызды. Бұл біздің өзіміздің домымызды жазамыз, және де квартирамызды жазамыз. Мінекей жаздық. Астындағы бұл біздің индекс, почтамыздың индексі. Егер сіздерде почта болмаса, қасыңыздағы жақын қай қалаларда почта бар, сол почтаны индексін жазасыз. Одан кейін қызыл кнопкамызды басамыз. И біздің көріп тұрғандарыңыздай астында мінекей адресіміз тіркелді. Енді мына кнопканы басамыз. Бұл кнопканы басқан кезде автоматически қандай зат алсаңыз да бұл адреспен тіркеліп кетеді. Енді затымызды таңдайық. Ол үшін өзіміз главный экранымызға өтеміз, мына домигімізға, және де өзіміздің қалаған затымызды осы жерден ала берсеңіздер болады таңдап. Мен для теста пробны бір зат алып көрсетемін. Ол үшін мен бағана бір зат алдым, оны жүрекше басып қойдым. Жүрекше басқан ол избранный және де корзина деп саналады. Ол затымыз мына жерде тұр. Мінекей басамыз. Мен өзім рецепт түсіргеннен кейін кондитерский мен қызығып жүрмін қазір. Сондықтан мен кондитерский заттарға қарап сол затты мен алғым келеді қазір. Егер алдарыңызда осындай болса, осыны осылай міне қозғалтып қойыңыз, қозғалтып жіберіңіз қалаған жеріне бетіп. Өйткені бұл жиі шығып тұрады. Pinduoduo сіздің робот емес екеніңізді осылай верификация жасап жүресіз. Мінекей мен өзіме мынандай пергаментный бумага заказ беремін. Бұл многоразовый пергаментный бумага. Жуып қайта қолдана берсеңіз болады. Бұл жерде мен алдыңғы видеоларда бұның сапасын, отзывтарын қай жерден көрсеңіз, соны көруге болады. Алдыңғы видеоларда мен айтып өттім. Сол жерге кіріп көрсеңіз болады. Мына жерде мінекей мынау жүріп жатқан мына жерде мына адамдар, бұлар закупты күтіп отыр. Бұларға біз қосылып сатып алуымыз үшін бұлар күтіп отыр. Егер сіздер мына жерді сразу бассаңыз, онда сіз мыналардың қатарына қосыласыз. Күтесіз, пока сізге біреу қосылып сатып алмағанша. Ол көп болады, уақыт өтеді. Сондықтан уақыт өтпес үшін мына жердің біреуіне біз қосылып сатып аламыз. Ол үшін серийді басамыз, бәрін көреміз. Кімге қосыларыңыз келеді, соған қосып аласыз. Мінекей мен екі адамға қосылайын. И бізде осындай мінекей окошкамыз ашылды. Бұл жерде мына количествосын көбейтуге болады. Екі зат деп мен екеу алғым келеді.
және де мына жерде көрініп тұр иә, міне 30-ды 40-ды мысалы от тұрса, значит көп алып атқан, осыларды көп алып жатыр деген сөз. 30-да 40, міне размер 30-да 40. Мына жерде мен қазір 2 деп плюсты бас жүремін. Мінекей менде 2 болды. И мен қызылды, астындағы тұрған қызылды басамын, сатып алам деген сөз. Мінекей мына жерде төлем паролін енгіземіз. Бұл алдындағы видеода да айтқам. Бұл не төлем паролі, оны қалай енгіземіз, қайдан жазамыз. Бұл төлем парольді сіздер телефондарыңызға келмейді. Бұл төлем парольді сіздер өзіңіз карточкаңызды енгізіп атқан кезде сол төлем парольді бір рет енгізесіз, жаттап аласыз, жазып аласыз. Содан кейін покупка жасаған сайын осы төлем парольді енгізіп отырасыз. Мінекей төлем пароль енгізіп, мына жерде енді CVV кодымызды енгіземіз, карточкамыздың артындағы кодымызды енгіземіз. Қызылды басамыз. Мінекей біздің покупкамыз уже совершен. Үстінде көрдіңіз бе, 6-да 75 юань алынды, иә. Мінекей біз затымызды сатып алдық. Қазір мен сіздерге бір нәрсе көрсетіп жүрейін. Жаңа көрсетуге ұмытып кеттім. Қазір көрсетіп жүрейін. Мына жерде мен сіздерге мынаны көрсетейін. Когда сіз сатып алып атқан кезде, мына жерде мінекей мынаны көріп тұрсыздар, мына грузовикте мінекей осындай белгіленіп тұр. Бұл белгі, когда сіздер өзіңіздің қазпочта енгізіп, өз қалаларыңызға жеткізгенде осы мына сан тұрады. Бұл не сан? Бұл мына жерде жазылып тұр 0,05 килограмм, я болса сіздің килограммыз 14,50 мен доставкасы саналады. 14,50 юаньмен саналады. Егер мынандай вестен болса, егер осының үстіне тағы да осындай вес қосылса, 5 юаньнан қосылып отырады. Сондықтан мұны санап алыңыздар. Қазір мұны калькуляторға барайық. Біздің юаніміз қазір қанша? Юань в теңге 64 юань. 64 юань. Енді біз қазір калькуляторымызға барып 64 юань көбейтеміз. Мына жерде 14,50 юань. 14,50 юань. Значит, біздің келу доставкасымен бәрі 928 теңге. Бұл қағазымыз бізге келгенде 928 теңгемен келеді. Бұны біз қалай төлейміз? Бұны біз төлейміз, когда вот біздің затымыз қазір, біздің затымыз қай жерде? Біздің затымыз мінекей мына жер сағатта тұр. Сағаттан кейін мынау КамАЗға өтсе, бізге уже доставкамызды төлеу керек. Бұл бізде уже өздері өлшеп береді. Мұнша сіз ақша төлеуіңіз керек. Сосын мына жерде біз төлейміз. Төлегеннен кейін ары қарай біздің қаламызға шейін жеткізіп береді. Жаңағы біздің 0,05 граммыз 14 юань деп есептелді. Егер 0,05 граммнан жоғарыға болса, 14 юаньның үстіне тағы да юаньдар 5 юань сондай қосылып отырады. Мысалы 14 юаньымыз қанша теңге біздің? 64-ке көбейткенде 896 теңге. Егер де бұны біз каргомен есептесек, каргомыз қазір бізде килограмм $5. Каргомен есептесек, каргон килограммы $5. Қазір біздің долларымыз мысалы 442 теңге. Ал көбейтсек 442 теңгені $5 көбейтсек 2210 теңге. Енді осыны 0,5 граммды егер 2210-ға көбейткен кезде 110 теңге болып шығады. Сонда егер тікелей жіберсе, ол 800 қанша? 800 қазір тағы да есептеп жүрейін. 14 көбейту 64, 896 теңге. Егер карго арқылы өлшесе, оны 110 теңге деп есептеледі. Енді точно бұның граммын мен уже КамАЗға өткен кезде ғана біле аламын. Мына жер КамАЗға өткен кезде, төлеген кезде мен біліп, сол кезде маған Пиндодо Қытайдың магазині өздері санап береді. Мен келесі видеода осы КамАЗға өткен кезде мен сол видеоны түсіріп жазамын. Қалай төлеп атқаным, қанша граммінде болды. Сондықтан мені каналыма тіркеліп, өткізіп алмас үшін тіркеліп колокольчик басып қойыңыздар. Келесі видеомды күтіңіздер.